сіздер осы мистер Макс, мисс Кетти секілді каналдарды көре отырып, солардың ақшасына ақша қосудасыз, соларға пайда табуға көмектесудесіз. Неге сол табысты сіздер өздеріңіз таппайсыздар? Мінекей бүгін осы туралы видео айтатын боламыз. Осы видеоның ішінде керек нәрселерді жіберіп алмас үшін видеоны айналдырмай көріңіздер. Сәлем көрермендер мен ютуберлер. Бүгін біз өздеріңіздің балаларыңызды түсіре отырып, айына $1000, $2000 табатын схеманы көрсететін боламын. Және менің каналымда тек қана адал табыс туралы айтамын. Сондықтан да қазірден бастап лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлығына әйгілі мистер Макс атты канал бар. Сол секілді видеолар түсіруді көрсетемін. Яғни бұл видеоларына қарап отыратын болсақ, басып жатқан еш нәрсе жоқ. Бұл жерде тек қана өзінің балдарын видеоға түсіре отырып, айына миллиондаған ақша істеп отыр. Қазір мен сіздерге көрсетемін, ол қанша миллион просмотр бар екен. Мінекей менде арнайы VidIQ деген плагин бар. Бұл жерде 60 минуттың ішінде қанша просмотр болғанын көрсетеді бұл плагин. Яғни 7 күннің ішінде 1.200.000 просмотр болған. Және 60 минуттың ішінде 2000 просмотр болған. Бұл деген сөз, бұны бүкіл әлемнің балалары көптеген түрде көріп жатыр. Тура осындай просмотрды сіздер де жинай аласыз. Осылай балаларыңызды түсірудің 3 плюсы бар. Ең біріншісі ол, сіз әрдайым өзіңіздің бала шағаңызбен боласыз. Яғни жұмысқа кеттім деп бала шағаңызды күндеп, апталап, сағаттап көрмей жүрмейтін боласыздар. Тек қана бала шағаңызбен боласыз. Екінші плюсы, ол арқылы сіз көптеген табыс табасыз. Үшінші плюсы, сіз жұмыс істемейсіз. Сіздің жұмысыңыз сол бала шағаңызбен жүру болады. Одан кейін бұндай каналдың тағы бір кереметтілігі, осы темада қазақша темалар жоқ. Осындай темаға түсірудің бірден бір себебі, біздің супер ютуберс атты командамыз бар. Яғни ютубты үйренем деушілер сол командаға тіркеледі. Және сол жерде қойылған сұрақтардың бірі осы балалар арқылы, балаларымызды түсіру арқылы қалай ақша табамыз деген сұрақ туды. Сол сұрақтың жауабы ретінде осы видеоны түсіріп жатырмын мен. Бұның бір керемет плюсы, бұндай қазақша тілде контентте түсіретін өте аз. Егер де сіз түсіретін болсаңыз, оның міндетті түрде қаншама қазақша сөйлейтін балалар бар. Соларға керемет плюс және бонус болатын еді. Өйткені қазір біздің балаларымыз қарайтыны тек қана орыс тілді немесе ағылшын тілді осындай мистер Макс, мисс Кетти сияқты каналдарды көріп, солардың менталитетін, солардың іс-қылықтарын қайталауда. Неге осы қазақ тілді балалар неге қазақша видео көрмейді? Егер де сіз видеоны бастасаңыз, сол проблеманы шешетін адамдардың бірі боласыздар. Және сізді миллиондаған адам көретін болады. Ол 100% гарантия. Өйткені бұндай контент қазақ тілінде өте аз. Оны қайдан білдік десеңіз, ол біздің өзіміздің киностудия Мейрам атты қарапайым мысал. Неге киностудия Мейрамға өттім? Қазір қарап отырсаңыз, біздің қазір таңда 721 мың подписчигіміз бар. Және кинолардың ең көп жинаған просмотрлары 6 миллион, 5 миллион, 4 миллион, 4 миллион. Бұл деген сөз, қазақ тілді аудитория өте қатты өзіне ұнайтын видеоларды іздеуде. Солардың қатарында сізде бола аласыз. Мінекей, мынау О каналы деген өтетін болсақ, бізде 2015 жылы ашылған, сол уақыттан бері 100 миллион просмотр болған. Және бұл 100 миллион просмотр ол соңғы 3 жылда болған көрсеткіш. Ютуб біздің видеолар ол мектеп жасындағы балаларға арналған. Және біз оларды өте қатты жақсы көреміз және аптасына бір видео шығарып отырамыз. Сіздер де өздеріңіздің көрермендеріңізді жақсы көріп, аптасына бір видео шығарып отырсаңыздар, өздеріңізді балаларыңызды түсіре отырып, сіздер де әрине осындай просмотрлар жинайсыз. Және ютубқа күннен күнге адамдар көп кіруде. Яғни осыға дейін телевидение болса алдыңғы қатарда, қазір телевидение артта қалып, тек қана YouTube алдыңғы қатарға шығып келе жатыр. Жақында болған карантин оны тағы да еселете түсті. Сол арқылы адамдар YouTube'пен пайдаланып көбірек үйренді. Ал енді менің екінші каналымның статистикасын көрсетейін. Ол Мейрам ТВ каналы. Қазір таңда оның Мейрам ТВ каналында 90 мың подписчик бар. Аналитикасына өтіп көрсетейін. Мінекей, бір 28 күннің ішінде 3 миллион 700 мың просмотр болған. Бағана айтқандай, бұл деген сөз, адамдар күннен күнге әбден іздеуде қазақша видео материалдар. Солардың қатарында сіз болыңыз, өзіңіздің балаларыңызды түсіре отырып, қалтаңызды қалыңдатыңыздар. Және бұған көптеген шығынның да қажет жоқ. Сол ойыншықты бәрібір әперіп жатсыз. Одан кейін әрқайсының телефоны бар. Осындай дүниелерді сол телефонның көмегімен ақ түсіруге болады. Ең бастысы, аптасында бір видео түсіріп отырыңыз, кем дегенде. Одан кейін ішіне мынандай эффекттер қосыңыз. Ішіне мынандай эффекттер қоса отырып, сіздер видеоларыңызды одан бетер сәндеп, күшті қылып, үлкен жетістікке жететін боласыздар. Яғни осындай эффекттер қойған кезде балаларға ол қызық болады.
мінекей мистер Макстың каналына өтетін болсақ, 352 миллион просмотр жинаған видеосын ашсақ, міне дәл осындай эффекттер бар видео өте көп просмотр жинаған. Және бұл жерде костюм, қызықты ойыншықтар, әртүрлі сәнді, красочный дейді ғой, бояулы картина, және осындай эффекттер, доқпен ұрып атқан секілді, артына от жанып атқан секілді. Ондай эффекттер мынандай болады мінекей. Осындай эффекттерді қолдансаңыздар, сіздің де видеоларыңыз көптеген просмотр жинайтын болады. Және ішінен мынандай әртүрлі прикольный түрлер жасасаңыз болады заттарға, что олар күліп тұрғандай, қуанып тұрғандай мінекей алмаларға жабыстырып қойған көріп тұрсыздар ғой. Мынандай эмоциялар, яғни бұлар бөлек-бөлек тұрады. Соны алып, егер де заттарға жабыстыратын болсаңыз, видеоларыңыз одан да қызықты болып шығады. Бұл видео ата-аналарға арналған. Егер де сіздің таныстарыңыз, бала шағалары көп, немесе бала шағасын жұлдыз қылғысы келетін ата-аналар болатын болса, таныстарыңызда, соларға міндетті түрде поделицаны басып жіберіңіздер. Өйткені бұл видео оларға өте пайдалы болады. Бұл стилдің тағы да бір плюсы, сіз еш нәрсе ұтылмайсыз. Яғни, бұндай видеоны бастағаннан кейін ешқандай шығынға ұшырамайсыз. Тек қана балаларыңызға көбірек ойыншық әперу болмаса, және осы видеоны ата-аналарыңызға көрсетіңіз. Көргеннен кейін сіздерге де көп ойыншық алып берсін. Тағы да бір плюсы, бұндай видео түсіргесін сіздің видеоңыз көп просмотр жинайды. Ол деген сөз, сіздің видеоңызды басқа елдің балалары да көретін болады. Өйткені бұндай контент тіл таңдамайды. Балаларды көргенді жақсы көреді. Қазіргі тақырыпта біз айтып жатқанымыз 6 жасқа дейінгі балаларды айтып жатырмыз. Сіздер де осындай стилде видео түсіріп ақша тапқыңыз келсе, немесе YouTube арқылы басқа табыс түрлерін істегіңіз келсе, біздің супер ютуберс командасына қосылыңыз. Сілтемесі осының комментариясында болады. Бағана көргенде, егер де супер ютуберс командасына қосылатын болсаңыз, мынандай эффекттерді тегін тарататын боламыз. Одан бөлек неше түрлі бонустар болатын болады. Ол жерде мынандай лайк, подписка деген кнопкалар, видеоның соңында болатын аутролар, және одан да бөлек көптеген фишкалар, инструменттер сіздерге бонус ретінде берілетін болады. Өйткені қазақ ютубының дамуы ол біздің барлығымыздың ортақ мәселеміз. Және маған көптеген басқа елдерден хабарласады, ол Монғолиядағы қандастарымыз және Өзбекстандағы қандастарымыз. Яғни біз төлемді теңгемен жасай алмаймыз, қалай жасаймыз деген сұраққа сіздер оңай Kiwi кошелек арқылы жасасаңыздар болады. Осы видеомен бала шағасы бар адамдармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарияға кез келген пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен барлық комментарияларды оқып, ұнағандардың қасына жүрекше қойып кететін боламын. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайктайым. Алға қойдым енді қайтпайым, сен үшін толықтайым.